ЛК-ГЭС компаниясының ақпараты бойынша Харюзовская ГЭСінің гидротехникалық құрылыстарының су асты бөліктерін жөндеу және көп факторлы тексеру өткізу үшін рейдерде 14-нен 20 тамыз аралығында су беру тоқтатылады. Су жер асты көзінен беріледі. Су құбырының шектеулі өндірушілігіне байланысты әлеуметтік маңызды нысандарды, ауруханаларды, емханаларды, балабақшаларды, наубайханаларды және тағы басқасын сумен қамту үшін кейбір өндірістік кәсіпорындармен экранда көрсетілген тұрғын аудандар өшіріледі. Су 15 тамызда сағат 17:00-де автокөлікпен кестеге сай жеткізіледі. Көліктері бар тұрғындар суды Заречная көшесі бойындағы Гавань ауданындағы скважинадан ала алады. Қала тұрғындарынан түсіністікпен қарап, белгіленген кезеңге су қорын иеленулерін өтінеді.